Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде жаңа бөлім салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Традиции и устная литература. Бірінші сабақ киіз үй. Юрта. Жаңа сөздер. Напиши в словарь, выучи. Шаңырақ. Деревянный круг на верхушке юрты. Дымоход юрты. Кереге. Деревянная решетка. Составная часть юрты. Стена. Уок. Вогнутые жерди, на которых держится верхний купол юрты. Шаңырақ. Киіз үй юрта. Бірінші тапсырма. Тыңда, жұмбақтың шешуін тап. Сұраққа жауап бер. Послушай. Отгадай загадку. Ответь на вопрос. Ұқсайтын шеңберге қабырғасы жиылып керіледі. Жиһазы мол кең бөлме. Төбесінен жұлдыздар көрінеді. Бұл жұмбақтың жауабы балалар киіз үй. Ал сен киіз үйді білесің бе? А ты знаешь юрту? Екінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Посмотри на картинки и ответь на вопросы. Мынау қандай үй? Это какой дом? Бұл киіз үй. Сен бұл үйді қай жерден көрдің? Ты где видел такой дом? Үшінші тапсырма. Оқы, прочитай. Әже, балам үйге кір. Алма. Қандай әдемі үй? Әже, киіз үй туралы айтып беріңізші. Жақсы. Қазақ халқы бұрын киіз үйде тұрған. Киіз үй жазда салқын, қыста жылы болады. Неге жазда салқын, қыста жылы болады? Себебі сыртын киізбен қаптайды. Киіз ыстық пен суықты өткізбейді. Әже, киіз үй неден құрылады? Киіз үй шаңырақ, кереге, уық, есіктен құрылады. Шаңырақ дөңгелек екен. Иә, Алма. Әже, сізге көп рахмет. В этом тексте диалог между бабушкой и внучкой. Внучка спрашивает про юрту. Какой это дом? Из чего сделан? И бабушка рассказывает, что казахи раньше жили в юртах. Там было летом прохладно, а зимой тепло. И внучке стало интересно, а почему это так? На что бабушка объясняет, что сверху накрывается кошма, а она не пропускает холод и жару. А на вопрос, как строят юрту, бабушка ответила, что она состоит из частей шаңырақ, кереге, уок. Мы в начале урока уже перевели, что шаңырақ — это дымоход юрты, кереге — это стены, но сделаны как решетки. И уок — это то, что держит шаңырақ. Төртінші тапсырма. Киіз үй неден құрылады? Сызба бойынша айтып дәптерге жаз. Из каких частей состоит юрта? Напиши по таблице, правильно добавь окончание. Мысалы, например, киіз үй, шаңырақ, тан, окончание тан добавляем, құрылады. И у вас получается предложение. Итак, у вас должно выйти 3 предложения. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Спасибо за внимание.